Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ислам Кезет. Бүгін біз менің ауылым рубрикасынан бункер салатын боламыз. Намны осындай витпен. Ал ендеше біз видеоға кеттік. Так, бункер саламыз. Мен елка салдым айтпақшы. Байқадыңыздар ма? Міне елка. Астында қарлар жатыр. Примерно бұны жерге салайын деп тұр ғой. Айтпақшы, сіздер айтқызбай істеген шығарсыздар, тіркелген шығарсыздар. Тіркелсеңіздер, онда лайк басып, комментарий жазып кетейік. Осы жерден не салсам бекен деп қойым. Осы жерден салайын деп. Ал біз кеттік бункер салуға. Достар, мен бітірдім бункерді. Ал енді көрейік бункерді. Мұз ғой. Ой, бункер бүйтіп түседі. Міне. Ұзын деп қысқа да ұзын да емес. Ал енді затты ой анандай полына кеттік. Бітірдім полын бұзып. Ал енді полын жасайық. Қандай блоктан жасасам болады екен? Давайте бір тапқан сияқтымын, қандай блокпен жасау керек екен. Не, железно қалай болады екен? Кеттік жасаймыз. Болдым. Мынандай ұзын шықты, ал енді стенаны сындырамын. Жасайын. Міне бункерді аян комнатасын бәрін жасадым. Енді екі-ақ комната жасадым. Ой. Мен андай. Мына аяқ спальный болады. Спальный қоям. Мына шет. Ой. Грядка типа. Бункерге мысалы көп уақыт қалған кезде осымен айналысуға болады. Ал енді басқа комнаталарын жасаймын кетті. Ой. Мынаны көрсеңіздер, мен великий. Ой. Мені деппін ғой. Гениуссың ба дейтін жарыстар, достардан қараңыздар. 3 этажный. 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 этажды төсектер жасадым. Яға келіп ұйықтақ. Путь к кровати загражден. Там битсе. Ой. Бит жасадым, бүйтіп қоям. Бүйтем. Короче, өздері ұйықтап алады. Бүйтет, сосын асын сындыра тиіп алай. Болды. Салып болдым енді. Соны ғана салдым. Ал жалғасын келесі бөлімде жалғастыратын боламын. Міне мынандай жерде скрытный дверь жоқ та просто неқта. Бүйтпесақ қойға болады. Осындай бункер салды ғана шетке. Енді видео қызық болды ма білмеймін. Стопқа қоя бердім жада. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетейік. Ал сіздермен болған мен Ислам Кезет. Сау болыңыздар достар.